Құрметті көпшілік қауым, ұлттық киім ұрпаққа мұра деп бекер айтылмаған. Қазақ халқының ұлттық киімдері бұл біздің терең тарихымыз, бай мәдениетіміз. Халқымыздың ұлттық киімдері басқа ұлттарға қарағанда өзіндік ерекшелікке, қасиетке ие. Бұлай дейтін себебіміз, қазақтың ұлттық киімдері ол қазақ халқының табиғат төсінде өсіп, еркін ғұмыр кешуімен байланысты. Бүгін мен сіздерге қазақ халқының әйелдер қауымына арналған ұлттық киімдері туралы таныстырайын. Әйелдердің ұлттық киімі көшпелі тұрмыспен шаруашылыққа, ауа райына бейімделіп, мәдени ғұрыптық негізде болған, және де ұлттық ою өрнектермен безендіріп, әлеуметтік дәрежесін көрсететін. Әйелдердің киім кешегінің қазақ еліне мәлім ортақ түрлері, олар көйлек, кимешек, жаулық, сәукеле бөрік, тақия, желек және кеудеше, белдемше, камзол, күртке жейде және кебіс мәсі сияқты түрлерге бөлінеді. Сондай-ақ әшекей ажар жағынан қыз киімдері, келіншек киімдері, орта жастағы әйелдер киімі және қарт бәйбішелердің киімі деп жас ерекшеліктеріне қарай тігіледі. Қазақ қолөнер шеберлері киімге қатысты әртүрлі әшекейлерді зерделей білген. Мысалы, маусымдық, өлкелік, әлеуметтік және жас ерекшеліктеріне байланысты киімдердің түрлері әртүрлі болған. Және де күнделікті тұрмыстық киімдер, сән салтанатқа арналған киімдерге байланысты маталарды және оған қатысты дүниелерді ерекше талдай білген. Қазақ халқының әйелдерінің киімі іштік, сырттық, сулық, біркер, сәндік және сән салтанатқа арналған ғұрыптық киімдер деп бөлінеді. Біркер киім деп ол қымбат матадан тігілген, салтанатты жиын тойларда немесе алыс сапарларға аттанғанда киетін сырттық киімді біркер киім деп атайды. Мерекелік шараларда, аста, дүбірлі той-думандарда әжелеріміз бастарына ақ кимешек, шылауыш күндіктерін салып, ақ шағидан көйлектерін киіп, үстіне оқалы бешпет және түлкішіктерін киеді. Аяқтарына оюлы кебіс мәсі киіп, төрден орын алған. Ал әйелдер мен келіншектер бастарына кестелі шылауыш кимешек, қызыл желектерін салып, бүрмелі қос етек кестелі көйлектерін киеді және үстіне кестелі камзол кәзекейлерін киіп, оның сыртынан жана тішектерін киеді. Құлақтарына алтын сырғаларын салып, білезіктерін және қолдарына, саусақтарына алтын күміс жүзіктерін тағады. Мойындарына алтын күміс алқаларын салып, аяқтарына оюлы тізеқап және көк сауыр биік өкше етіктерін және қызыл шеттік етік киеді. Сондай-ақ қазақ қыздары мен бойжеткендері құлақтарына алтын сырға, шаштарына шолпы шашбау тағып, білектеріне білезік, саусақтарына алтын жүзіктерін тағады және мойындарына алтын күміс алқаларын тағып, қос етекті, төрт қиықты, алты қиықты көйлектерін киеді. Аяқтарына оюлы тізеқап және қызыл көк қара былғары етіктерін киеді. Құрметті көрермен, бүгін мен сіздерге қазақ халқының әйелдер қауымына арналған киімдерді қалай, қандай жағдайда киетіндігін салт дәстүрімізге сүйене отырып таныстырдым. Қазақ халқының ұлттық құндылықтарын дәріптеу, насихаттау біздің басты мақсатымыз. Ұлттық киімдерді біле жүрейік. Және де қортып айтқанда, қазіргі заманғы дизайнер шеберлеріміз, тігіншілеріміз қазақ халқының ұлттық киімін заманға сай жаңғыртып, жасап шығарып жатыр. Бұл әрине жақсы ғой. Дегенмен ұлттық дәстүрлі сюжеттерімізді, элементтерімізді ұмытпауымыз керек. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлеген. Айтпақшы, менің Бахаргүл Төлеген атты YouTube арнама
жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.